Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз екпін және интонация. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, екпін, оның түрлері, сөз екпіні. Екінші, тіркес және ой екпіндері. Үшінші, дауыс ырғағы, интонация. Тіл білімі дыбыс жүйесінде екпін түбегейлі қарастырылған мәселелердің қатарына жатады. Оның сөз, тіркес және ой екпіні сынды үш түрі бар. Лингвистикада сөз екпіннің лебізді, музыкалды, квантитативті түрлері көрсетіліп, оларға жататын тілдер тобы анықталған. Ол бойынша түркі тілдері лебізді екпін тобына кіреді. Қазақ тіл білімін ұлттық таным түйсік тұрғысынан қарастырған Ахмет Байтұрсынұлы мен Халел Досмұхамедұлы просодиканың негізгі доминантты қызметін сингармонизм атқаратын түсініп, оның теориясын қалаған. Осы теорияны дамытып, басты ұғымдары мен терминдерін жасап, ғылыми айналымға енгізген Әлімхан Жүнісбеков болса, оны ары қарай тереңдеткен сингармониялық пен Мәскеу фонологиялық мектептерінің теорияларын негізге ала отырып, жаңа аталым жасаған Махамбет Жүсіпұлы. Ғалымдардың пікірлерінде терминдердің аталымы мен зерттеу әдіс-тәсілдерінде фонологиялық теориялардың жетістіктерін қолдануында өзгешеліктер кездеседі. Олардың пайымы алғашқы кезде өзара ұштасса, нәтижесі шыққан қорытындысы бір-бірімен түйіспейді. Әлімхан Жүнісбеков түркі қазақ тілдерінде просодиканың қызметін сингармонизм ғана атқарады деп түсінеді. Ғалым қазақ тілінде сөз екпіні жоқ деп кесіп айтады. Сингармофонологиялық теориясын қалаған Махамбет Жүсіпұлы қазақ түркі тілінде сингармонизм негізгі доминантты, ал екпін қосымша жанама қызметті атқаратынын, тіл білімінде екі просодияның қызметі ешқашан тең болмайтынын айтады. Олардың бірінің қызметі екіншісінен қайткен күнде басым болады. Махамбет Жүсіпұлы тілде қалыптасқан, орныққан теорияларды талдай отыра сөз екпінін түсіндіреді. Ол қазақ тіліндегі сөз екпіні өте әлсіз болатынын, орыс тілімен салыстырғанда сингармофонемалар қорын қалыптастыруда оның мәні жоғын айтады. Ғалым орыс тіліндегі екпін бірнеше қызмет атқаратынын пайымдайды. Бірінші, фонетикалық. Екпін қабылдайтын буын созылыңқы, көтеріңкі айтылады. Мысалы, корова, лесной. Екінші, фонологиялық. Екпін сөздердің түрлі буынына түсіп, сөз мағынасын өзгертеді. Замок, замок. Бір сөздің фонемаларын ажыратады. Воды, воды. Сөздердің түрлі фонемаларына әртүрлі буынға түсіп, дауысты фонеманың дыбыстар жиынтық болуына себеп болады. Лес, леса, лесовоз, шерсть, шерстить, шерстяной. Яғни, орыс тілінде е фонемасы 6 дыбыс жиынтығынан құралады. Сөз екпіні орын ауыстырып, дауысты дыбыстардың позициялық алмасуын қалыптастырады. Оған қатынасатын дыбыстар жеке фонемалар емес, олардың позициялық түрлері. Дом, дама, город, города. Үшінші, морфонологиялық. Екпін сөздің парадигмалық формаларында бір буыннан екінші буынға жылжып, фонемалардың морфонологиялық алмасуларын қалыптастырады. Оған қатынасатын дыбыстар бір фонеманың позициялық түрлері емес, жеке фонемалар. Мысалы, сон, сна, бок, бажок. Ғалым қазақ тіліндегі екпіннің тек фонетикалық қызметі бар. Ол созылыңқылыққа байланысты және логикалық екпінмен бірге қызмет атқарғанда айқын байқалады деген қорытындыға келеді. Акцентті фонемалық теорияны қолданушы ғалымдардың пікірінше, екпін сөзді ажыратуда, сөзді тануда, айқындауда басты қызмет атқарады. Ол теория бойынша сөз ішіндегі арнаулы бір буынның оқшауланып, күшті айтылуын екпін дейміз. Ол екіге бөлінеді. Бірінші, фонациялық ауаның қарқынымен байланысты екпін, лебізді немесе динамикалық екпін. Екінші, дауыс ырғағымен байланысты екпін, үнді, музыкалды немесе тоникалық екпін. Кей уақыт квантитатив екпін түскен дауысты дыбыс басқа дауыстылардан созылыңқылы айтылады. Алайда оның фонематикалық мәні жоқ. Сондықтан екпін түскен дауысты аздап болса да квантитативті түрде айтылады. Лебізді екпін негізгі, ал квантитатив соған қосымша болады. Өйткені лебізді екпінге ие дауысты екпін түспеген дауыстыларға қарағанда сәл созылыңқы айтылады. Қазақ тіліндегі екпін орыс тіліндегідей сөз мағынасын өзгертпейді. Сөздің лексикалық, грамматикалық тұлғасы
әртүрлі болып құбылуымен байланысып жатады. Қазақ тіліндегі екпін басқа түркі тілдеріндегі екпін тәрізді сөздің көбіне соңғы буынына түседі. 2 не 3 буынды сөздің бір буыны негізгі екпінге ие болады. Қалған буындарына ешқандай екпін түспейді. Кемінде 4 буынды сөзге негізгі екпіннен бөлек көмекші екпін пайда болады. Негізгі екпін соңғы буынына түседі, көмекші екпін негізгі түбірдің соңғы буынына түседі. Қазақ тілінде мынадай қосымшаларға екпін түспейді. Бірінші, жіктік жалғауға. Екінші, болымсыз етістік жұрнағына. Үшінші, волнонатив мағынасындағы етістік жұрнағына. Төртінші, бұйрық рай аффиксіне. Бесінші, шылау сөздерге. Алтыншы, қалау рай аффикстеріне. Жетінші, дайдей сын есім жұрнағына. Ал шылау сөздерге қосымша жалғанса, негізгі мағыналы сөздегі екпін шылау сөзге ауысып кетеді. Екпін сөз бен сөздің жігін ажыратумен қатар, бір сөз тобы мен екінші сөз тобының жігін де ажыратып тұрады. Белгілі сөз тобы бірақ екпінге ие болады. Яғни акцентуациялық комплекс жасалады. Мұндай екпінді фразалық, ритмикалық, бунақ немесе тіркес екпін деп атайды. Қазақ тілінде мынадай сөз топтары екпін жағынан айрықша комплекс болады. Бірінші, қос сөздер, бала-шаға, жон-жосық. Екінші, негізгі мағыналы сөз бен шылау сөздер, үйге дейін, ермек үшін. Үшінші, күрделі сөздер түйдегі, оқып отыр, ән салады. Төртінші, анықтауышпен анықталған сөздер тізбегі, биік үй, ат қора. Бесінші, пысықтауышпен баяндауыш болған сөз тізбегі, кеше келді. Алтыншы, идиома сөздер түйдегі, қабырғамен кеңес, сөз байла. Жетінші, жалғаусыз тура толықтауышпен баяндауыш болған сөз тізбегі, газет оқыды, хат жазады. Сөйлемдегі айрықша назар аударып айтылған сөзде ой екпіні болады. Ол сөз басқа сөздерге қарағанда ерекше әуенмен айтылады. Бұны логикалық екпін деп атайды. Қазақ тілінде логикалық екпін түскен сөз баяндауышқа жақындап, тікелей соның алдына тұруға ұмтылады. Мысалы, Болат қаладан кеше келді сынды сөйлемде логикалық екпін кеше деген сөзде болса, Болат кеше қаладан келді сынды сөйлемде қаладан деген сөзде болады. Сөйлемнің айтылу сазына қарай логикалық екпіннің орны өзгеруі мүмкін. Лепті сөйлемдерде баяндауыш сөйлемнің басында қолданылып, оған айрықша назар аударылады. Логикалық екпін сол баяндауыш болған сөзге түседі. Мысалы, жасасын 1 мамыр мерекесі. Бақытты болыңдар, сүйікті достар. Қазақ тіл білімінде интонация көп жағдайда синтаксис саласының мәселесі ретінде қарастырылады. Алайда, интонацияның фонетика саласындағы қызметі айрықша. Қазақ тілі сөйлемдеріндегі сөздердің ритмикалық топқа бөлінуі сөйлемнің жалпы мағынасын ажыратуға мәні зор. Сондықтан сөйлеу тіліндегі сөздерді мағынасына қарай ритмикалық топтарға дұрыс бөлу қандай да бір мағлұматтың дұрыс берілуінің шарты. Егер кідіріс дұрыс қойылмаса, сөйлемнің мазмұнына нұқсан келеді. Мысалы, балапан торғай ұясында отыр. Птенчик сидит в гнезде воробья. Балапан торғай ұясында отыр. Птенчик воробья сидит в своем гнезде.